Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Жанерке. Бүгін осындай керемет, қазіргі хит болып жатқан песочный пирогтың рецептімен бөлісемін. Ең қарапайым заттардан жасалады, менімен бірге жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қараңыз. Толық рецепттің барлығын Ал енді қамырымызды барлық жерін осылай шаншықпен басып шығамыз. Кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кейін толық суығанын күтеміз. Міне біздің пирогымыз толыққанды суыды. Енді сүтпен пропитка жасаймыз. Сүт болмаса кофе немесе какао қолдансаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Кейін пирогымызды 20-25 минутқа тындырып қоямыз. Біздің пропитка толық сіңуі тиіс. Ал енді кремін дайындауға кірісейік. Салқын 33%-ық сливкиді құйып алып, жақсылап 2-3 минутта миксерлеп аламыз. Кейін 2 ас қасық 15%-ық қаймақ қосамыз. 2 шай қасық шекер немесе сахарная пудра. Кейін 1 шай қасық загуститель. Бұны барлық дүкеннен таба аласыздар. 2-3 минутта жақсылап миксерлеп аламыз. Миксеріміздің ізі түсе бастағанда біздің креміміз дайын болады. Кейін сгущенка немесе варенка қолдансаңыздар болады. Мен көріп тұрғандарыңызда сгущенка қолдандым. Өте әдемі дәм береді. Кейін барлық жеріне жететіндей кесечкамен